Бұл белгіні білмесең, ертең кеш болуы мүмкін. Бір күн, бір жол белгі. Тіркелеміз. Шлагбаумы бар темір жол өтпесі. Бұл белгіні көп оқушылар заборға ұқсатады. Кейбіреулері жылу беретін батареяға ұқсатады. Қалай сіздер ұқсатсаңыздар да, бұл белгі темір жол өтпесіне жақындағандарыңызды ескертеді. Бұл белгі бізде ескерту белгісі. Елді мекенде бізде 50-100 метр арақашықта орнатылады. Елді мекен тыс жерде 150-300 метр арақашықта орнатылады. Темір жол өтпесіне жақындаған кезде мұқият қараңыз. Мысалы, шлагбаум ашық, бірақ бағдаршамның шамы қызыл жанып тұрса, сіздерге жүруге тыйым салынады. Егерде сіз жүріп өтсеңіз, сіздерге 10 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынады. Темір жол өтпесінің шекарасы 10 метр. Егерде шлагбаум жабық, немесе бағдаршамда қызыл шам жанып тұр, немесе кезекші оң қолын биікке көтерсе, сіздер 10 метр арақашықта аялдау тиіссіздер. Және де темір жол өтпесінде аялдауға, шегінуге және де кері бұрылуға тыйым салынады. Сіздермен бірге болған ПДД Қазақстан командасы Адлет Жаносов. Тіркелеміз.